Сәлем достар, келесі сабаққа қош келдіңіздер. Және біз алдыңғы сабақта дербес компьютердің басты құрылғыларының бірі процессорды қарастырған болатынбыз. Және бүгінгі сабақта процессорды ары қарай талқылауды жалғастырамыз. Және біз алдыңғы сабақта қарапайым сұрақтарға жауап іздедік, яғни процессор деген не, ол дербес компьютерде қандай қызмет атқарады. Және біз кішкене тарихына көз жүгіртіп, осы алғашқы шыққан микропроцессорлар мен бүгінгі таңдағы процессорлардың арасында қандай басты даму бағыттары назарда болды. Және ол жердегі қандай техникалық параметрлері, қандай көрсеткіштері уақыт өте келе өзгерді деген сұрақтарға жауап іздеген болатынбыз. Және де біз қарапайым салыстыру жасадық, яғни Intel'дің 1971 жылы шыққан алғашқы микропроцессорларының бірі 4004 нұсқасын бүгінгі таңдағы ортаңғол процессор болып есептелінетін Core i5 4460 нұсқасымен салыстырып көрдік. Және біздің байқайтынымыз бүгінгі таңдағы процессорлардың көрсеткіштері және олардың мүмкіндіктері өте тамаша. Және үйде немесе жұмыста кез келген бағытта көптеген күрделі мәселелерді оңай шешуге мүмкіндік береді. Енді бұл жерде байқайтынымыз, яғни процессорлардың дамуы тамаша және қарқынды болуда. Бүгінгі таңдағы процессорлардың да даму сатылары әлі тоқтаған жоқ, және олардың ұсынатын мүмкіндігі бізге көптеп саналады. Енді бұл алғашқа берілген мағлұматтардың негізінде сіздер процессор таңдай аламыз ба деген сұрақ туындауы мүмкін. Және біздің бүгінгі сабақта қарастыратын мәселемізде осы сұрақтың жауаптарын іздеу. Яғни бүгінгі сабақта біз процессор таңдаудағы бізге берілетін мағлұматтарды талдаймыз, және олар бізге не мағына береді деген сұрақтарға жауап іздейміз. Сондықтан мен ойлаймын, алда жүретін мен біраз слайд дайындап қойдым, яғни бірнеше мағлұматтар дайындадым. Және бұл мағлұматтар осы бастауыш IT мамандарға, сонымен қатар дербес компьютерді өзі сатып алуға және оны өзі жинап жөндеуге қызығатын кез келген көрерменге қызықты болады деген ойдамын. Олай болса, бүгінгі сабаққа кірсек, және мен мысал ретінде Intel компаниясының алдыңғы сабақта ұсынған Core буынының i5 4460 нұсқасын қазір қосымша парақшадан ашамын, және осы жердегі берілген көптеген ұзақ мағлұматтың тізімін сіздер көріп тұрсыздар. Яғни сіздер де қазір менімен қосымша ілесіп, сабақты жалғасып толық түсіну үшін мысал ретінде осы дербес компьютердің құраушы бөлшектерін сататын бір магазиннің, дүкеннің онлайн сайтын ашсаңыздар болады. Және сонда осы құрылғыны, яғни процессорды іздеп табыңыз, және ондағы техникалық параметрлердің яғни көрсеткіштерін ашыңыз. Және сіздердің көретіндеріңізде осындай үлкен ұзақ тізім болады. Және ондағы берілген мағлұматтар осы процессордың жұмыс қуаттылығы, өнімділігі, сол туралы мағлұмат береді, сипаттама жасайды. Сондықтан бұл жерде сіздердің байқайтыныңыз, яғни бірінші атауының өзінде көптеген мағлұматтар бар, және осы атаулардың өзінің мағынасы бірнеше ұзақ болып есептелінеді. Алайда біз оны талқыламас бұрын алғашқы сабақта қарастырылған осы қарапайым 4 көрсеткіштің негізінде біз процессор таңдай аламыз ба деген сұраққа жауап берейік. Олай болса, айтып кеткендей, тарихта осы процессорлардың даму барысында транзисторлардың саны арттыру мақсат, яғни назарда болды дедік. Және бүгінгі таңдағы процессорларда транзисторлардың саны миллиардтап есептелінеді. Алайда сіз егерде осы кез келген дүкеннің жаңағы процессорлардың техникалық көрсеткіштерін қарасаңыз, ол жерден бұл транзисторлардың санын таба қою, шынын айтқанда, оны жазбайды негізінен. Сондықтан бізді қызықтырып отырғаны бұл жерде басқа көрсеткіштері, яғни оның разрядтылығы, сондай-ақ процессордың жиілігі және процессордағы ядроның саны. Соның ішінде процессордың разрядтылығы деген ол кішкене күрделілеу, яғни технология. Бұны мен алдағы уақытта мен сіздерді таныстырамын. Және бұл не деген сұрақтарға, яғни адрес бас дейді, internal registers, data input бас дейді, сондай-ақ осы процессордың режимі деген түсініктер бар. Бұл түсініктің бәрін алдыңғы уақыттарда тағы қарастырамыз. Алайда біз көп жағдайда еститін және өзіміз құлаққа үйреніп шықты осы тактылық жиілік, яғни процессордың жиілігі басты көрсеткіштердің бірі болуы мүмкін. Яғни сіздер тағы да айтқандай, осы қосымша сайтты ашып қарап отырсаңыздар, процессордың басты көрсеткіштерінің бірі ретінде осы тактылық жиілігін нұсқағанын көресіз. Алайда ол тактылық жиілікте процессор жайында толық мағлұматты бере алмайды, яғни бір көрсеткіштің негізінде процессор таңдау мүмкін емес. Неге деген сұрақ туындаса, мен қарапайым тағы да Википедия парақшасын ашайын, және осы жердегі бір қызықты мағлұматты сіздерге оқып кетейін. Яғни алдыңғы сабақта осы процессордың Википедия парақшасын ашып, осы жердегі мағлұматтармен танысып, біз талқылаған болатынбыз, және осы жерде бір қызықты мағлұмат бар.
Яғни бұл жерде былай жазған, процессордың жиілігін жоғарылатудан жарыс бітті дейді. Себебі процессордың жиілігі жоғарылаған сайын, оның жылу бөлуі де жоғарылайды дейді. Бұл әрине тиімсіз болды дейді. Бұны бір корпусқа екі процессор немесе процессордың ядросын арттыру арқылы жеңіске жеттік дейді. Яғни арқылы жеңдік дейді. Енді бұл жерде не мағлұмат берілген десеңіздер, яғни бүгінгі таңдағы процессорлардың жиілігін жоғарылатқан сайын оның тоқ көзін талап ету, яғни қорек көзін талап ету, және соның негізінде жылудың бөлуі жоғарылаған. Соның салдарынан оны, яғни процессордың жиілігін, тактылық жиілігін арттыру, ол тиімсіз болып табылған. Яғни бүгінгі таңдағы процессорлардың тактылық жиілігі көп жағдайда 3.4, 3.7, сондай-ақ 2.7 ГГц не көрсеткішінде болады. Яғни әрине қазіргі таңдағы процессорлардың да неғұрлым тактылық жиілігі жоғары болса, сол құрылым ол өнімді жұмыс жасайды деген көрсеткіш. Алайда одан басқа да көп деген техникалық көрсеткіштері, ерекшеліктері бар. Біз бүгін сол көрсеткіштермен толығырақ танысуға тырысамыз. Олай болса, мен ойлаймын, қазір сіздер қосымша парақша ашып отырсыздар, яғни бір осы компьютердің құралдарын сататын дүкеннің интернет-магазинінің, яғни сайттағы парақшасы және сондағы процессордың көрсеткіштерін ашып қарап отыр деп елестетемін. Және сіздердің ол жерде бірінші көретіндеріңіз жалпы қарапайым осы Intel компаниясының процессорларының атауының өзі ұзақ әрі бірнеше мағлұмат беруі мүмкін. Сондықтан қазір біз осы Intel компаниясының процессорларын атаудағы ұстанатын, яғни бағыты қандай, олардың көздеген ойы қандай деген сұрақтарға жауап іздейміз.